биылғы оқу жылында ғылыми жоба қалай жазылатыны туралы көптеген сұрақтар болды. Бір мұғалім өзінің жазған ғылыми жобасын қалай жазылғаны туралы маған қарап беріңізші деген сұрады. Ғылыми жобаны жібере ғой дедім. Ғылыми жобаны жіберді. Бұл бастауыш сыныпта жаратылыстану пәнінен жасалған екен. Осы жаратылыстану пәнінен 5-ші сынып қыз баланың ғылыми жобасы екен. Онда жаңғақ туралы, осындай дәнді дақылдардың тағамдық құндылығы туралы жазылған екен. Онда бірінші сөйлем былай деп жазылған: еркектің жыныстық қуатын арттырады деген тура осы сөйлем жазылған. Содан кейін мен одан сұраймын: мына ғылыми жобаны неге, қалай жаздың, кім жазды деп едім. Ол мұғалім айтты: ой апай, мен оқымаппын, оны негізі мен сатып алған едім дейді. Яғни интернеттен осындай ғылыми жобаны сатып алған кезде интернеттегі бірінші жазылған сөйлемді көшіріп бере салған ғой. Содан кейін мен айтам: енді оқысаңдаршы, осындай сатып алсаңдар да, енді мәтінін оқу керек қой деп. Ғылыми жобаның енді қалай жазылатынына тоқталатын болсақ, ғылыми жоба деген алдымен қалай жазылатынын білу үшін не нәрсе екенін білуіміз керек. Яғни бұл не нәрсе, қандай мақсатта жазамыз, не үшін жазамыз деген секілді. Ғылыми жоба деген алған білімді өмірде қолдана алу мақсатында жазылады. Қазіргі кезде 2025 жылдағы осы кезеңде алған білімді өмірде қолдана алу қабілеті өте маңызды. Себебі біз айтамыз ғой, қазіргі кезде білім алу өте оңай. Барлық жерде білім, ақпарат болады. Тек қана интернет болса болды, немесе сол интернет көздерінен, ресурстардан білім ала салу оп-оңай. Бірақ қазіргі кезде білім алудан да алған білімді өмірде қолдана алу өте маңызды. Өйткені білім көп болғандықтан оны алуда алған білімің тез ұмытылады, немесе саған түкке жарамауы мүмкін. Әлеуметтік желіден де көріп жатамыз: елдің бәрі ақылшы, елдің бәрі білім үйреткіш, әйтеуір бір нәрсені үйретіп жатады. Бірақ соны кейде тыңдап үйренгеннен кейін оны қайда қолданамын деп отырасың. Немесе түкке де жарамай, тек қана уақыт өлтіру болып есептелетін білім, ақпараттар легі өте көп. Күніне біз қаншама осындай нәрсе үйренеміз, білім де үйренеміз, ақпарат та аламыз. Бірақ ең бастысы қазіргі кезде өте маңызды болып жатқаны осы алынған ақпаратты, білімді өмірде қолдана алу маңызды болғандықтан осы дағдыны, осы қабілетті жетілдіретін, дамытатын осы ғылыми жоба идеясы. Яғни ғылыми жобаны балаларға біз жаздырып жатырмыз. Бұның қалай жазылатынын білу үшін біз не мақсатқа жаздырамыз, не қалай жаздырамыз, соны білуіміз керек. Қандай бұның тиімділігі десек, тиімділігі жаңа алған білімімізді өмірде қолдану алуға дағдыландырады, үйретеді екен. Яғни осы ғылыми жобада сіздердің алдарыңызға келеді ғой. Мысалға, ғылыми жоба жазған кезде келеді: 15 беттен кем болмасын, 20 беттен артық болмасын деген сияқты ережелердің барлығы жазылып тұрады. Сол ереже жазылып тұрғанның күннің өзінде ғылыми жоба жаза алмай жатамыз. Себебі оның ғылыми жобаның қалай жазылатынын білу бір басқада, және оны жаза алудың да бірталай мәселесі бар. Сондықтан да ғылыми жобаны не үшін жаздырамыз, оны білген дұрыс. Сонда ғана барып біз ғылыми жобаны жаздырамыз. Ғылыми жобаның ең маңыздысы бұл практикалық бөлімі. Яғни бұл біздің жаңа айтып өткен алған білімін өмірде қолдана алуға үйрететін осы практикалық бөлім. Ғылыми жоба жазған кезде практикалық бөлімге көп назар аударып жатыр. Себебі осы алған білімді практикада қолдануды, негізі осы практикада қолдануды осы практикалық бөлімінде көрсетеді. Мысалы, қазақ тілі әдебиетінде ғылыми жоба жазсақ, ол бір эссе болуы мүмкін, ол бір мақала болуы мүмкін шағын. Сондықтан да қазір жасанды интеллект құралдарының шығуымен байланысты жасанды интеллект құралдары арқылы бір видео жасау, немесе көрнекілік жасау, комик жасау деген сияқты практикалық бөлімі болуы мүмкін.
Сондықтан да ғылыми жоба жазу да ең басты мәселе зерттеу жасау, белгілі бір мақсатты тақырыпта оқушы өзі нақты түсіну керек. Бұл ғылыми жобада белгілі бір өзі қызығатын тақырыпта зерттеу жасайды, сол зерттеу бойынша және бір практикалық жұмыс жасап ортаға қояды. Мысалы, қазіргі интеллектуалдық мектептерде балалар тіпті роботқа дейін жасап жатыр. Міне, ғылыми жобаның тиімді тұсы осыда. Алған білімді өмірде қолдана алуға үйретуінде. Ғылыми жоба оқушыларыңызға жаздырыңыздар. Ғылыми жобаның қазіргі кездегі алған білімді практикада қолдану, өмірде қолдануды дағдыландыратын осындай қасиеттері бар. Бір шығыстың ғұламасы айтқан екен, алған білімін өмірде қолдана алмайтын адам кітап тасыған есек секілді деп. Бұл хикаядан түсінетініміз, қазір білім алу оңай, бірақ сол алған білімді өмір тәжірибеде қолдану білім алудан да қымбат және білім алудан да қиын деп айтсақ, аса қателеспеймін деп ойлаймын.